Бәріне қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен балаға қандай мультфильм көру қажеттігі туралы сөйлесетін боламыз. Кішкентай бала сырттағы трансляцияны қабылдағыш келеді, яғни ата-анасының немесе бауырларының істеген іс-әрекеттерін, олардың эмоциясын бәрін қайталағыш келеді. Және де көрген мультфильмнан көп ақпараттарды алып, олардың іс-әрекетінде өзінің миына қалыптастырып, яғни информация жинай береді. Бұл информациялардың бәрі бала өскеннен кейін де оған әсер ететіндіктен, біз оған дұрыс ой-тұжырым қалыптастыруымыз қажетпіз. Яғни балаға тек жақсылықты көрсеткен мультфильмдерді көрсетіп, өзіміздің эмоциямызды тек көтеріңкі көңіл күйде сақтап, баланың айналасында болып жатқан трансляцияның бәрі жақсы атмосферада болу қажет. Бала мультфильмдағы іс-әрекеттерді қайталағанын көргеннен кейін мен оған тек жақсы мультфильмдерді қосып беретін болдым. Оның бірі Торғай ТВ-дағы информациялардың бәрі жақсы жазылған, яғни негативті ештеңке жоқ. Келесі Кокомелон, бұл жерде өте жақсы мультфильмдер көрсетілген, сондай добрый, артық ештеңке жоқ. Яғни қосып қойып кете бересіз. Келесі Бейби Бас, бұл ұнаған жоқ. Өйткені бұл жерде, мысалға бір жері ауырып қалса, бегемоттың сол жалып жасап, или сондай ынжық мультфильм. Мына канал деген енді Влад и Никита бұны көріп алып, бүкіл затын істеп, майо деп заттарды лақтырады, эгоистичный канал. Келесі Маша Медведь, бұның жақсы жері де бар, жаман жері де, бірақ көп қоспауға тырысам, кейде ғана көріп қалады. Негізі қазақ мультфильмдерді көрсеткенді ұнатам, бірақ та қазақ контент өте аз. Тек қосатын Торғай ТВ, Кокомелон болды, басқа ештеңке қоспаймын. Балапан ТВ-да өте кері әсер беретін мультфильмдер көп. Сөйлеген сөздері де кейбір жерлер дөрекі, сценаристері өзінің ойлау қабілетімен, үлкендердің мышлениясымен жазған. Бала оны жеңіл қабылдай алмайды. Ана жерде бір добрый, сондай ашық картинкалар жоқ, керісінше бәрісі түңілген, сондай негативқа толы картинкаларды шығарған. Тек Кукин ғана деген мультфильм ұнады. Сондықтан да балаға телефонды беріп кетіп қалуға болмайды, оның қандай мультфильм қалай көріп жатқанын бәрін бақылау қажетпіз. Баланың ойы, іс-әрекеті дұрыс болсын десеңіз, айналасын бәрін жақсы нәрсемен қоршаңыз. Ең дұрысы бауырларымен ойнау немесе анасының, әжесінің ертегі айтып беруі. Балаға кішкентай кезінен дұрыс қарым-қатынас жасасақ, оның болашағына үлкен әсерін тигізеді. Егер де өз-өзіңізді дамытып, қандай кітап оқу керектігін іздеп жүрсеңіз, менің келесі видеомды көріңіз.